Кейбір өңірлерді тыңдаймыз. Берік Уәліұлы. Құрметті Олжас Абайұлы, құрметті үкімет мүшелері, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев туризмді дамыту экономиканың маңызды драйвер және инвестициялар үшін перспективалы бағыт екенін үнемі айтып келеді. Осы бағытта туристік инфрақұрылымды дамытуға бағытталған ауқымды жобалар жүзеге асырылуда. Алакөл жағалауын дамытуға өткен жылы 1 миллиард теңге бағытталды. Қабанбай ауылында құтқару станциясының құрылысы аяқталды. Көл жағалауында абаттандыру, көшелерді жөндеу жұмыстары жүргізілді. Биыл Алакөл демалыс аумағын дамыту үшін жергілікті бюджеттен 2,4 миллиард теңге қаражат бөлінді. Көл жағалауында абаттандыру, көшелерді жөндеу жұмыстары жүргізілді. Жасанды интеллект технологиясын енгізе отырып, 117 заманауи бейне бақылау жүйесі, 6 антенна діңгек құрылғысы орнатылып, ағымдағы жылдың шомылу маусымына дейін мобильді интернет байланыс желісімен көл жағасын толық қамтамасыз етуді жоспарлап отырмыз. Былтыр күзде бас жоспарға өзгерістер енгізу жұмыстары басталды. Биыл қыркүйек айында аяқталады. Нәтижесінде аумағы 300 гектардан 3000 гектарға дейін жетеді. Нәтижесінде туристік аймаққа күнделікті келушілер санын 20 мыңнан 75 мыңға дейін ұлғайтуды көздеп отырмыз. Туристердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында Қабанбай ауылында өрт сөндіру депосының құрылысы жүргізілуде. Жыл сайын көл жағалауы қысқарып, туризм нысандарына қауіп төндіруде. Бұл туралы жаңа туризм және спорт министрі айтты. Осыған байланысты қауіпті 360 метр жағалау анықталып, өткен жылы күзде 120 миллион теңгеге 60 метр аумақта нығайту, көлдің жағасын бекіту жұмыстары атқарылды. Соның арқасында 300 орындық 3 демалыс орындарының осы су басу қаупінің алдын алу жұмыстары жүргізілді. Ал қалған барлық жағалауды нығайтуға, бекітуге ағымдағы жылдың қаңтар айында жалпы құны 15,2 миллиард теңгеге жобалық сметалық құжаттамасы әзірленді. Осы бағыттағы жұмыстарды алдағы уақытта жалғастыратын боламыз. Келесі өзекті мәселе электр қуатының жетіспеуі және электр желілерінің тозуы. Бұл туралы жаңа министр баяндамасында көтерді. Бұл мәселені шешу үшін магистралды электр желісі мен трансформаторлық қосалқы станция құрылысының жобалық сметалық құжаттамасы әзірленіп, мемлекеттік сараптамадан өтуде. Жоба құны 7,3 миллиард теңгені құрайды. Ағымдағы жылдың наурыз айында мемлекеттік сараптама қорытындысын алу жоспарлануда. Биылғы шомылу маусымында электр желілерінің және ішкі қосалқы станцияларды жөндеу және күтіп ұстау үшін 275 миллион теңгеге қаражат қарастырылды. Туристік аймақта қатты тұрмыстық қалдықтар полигонын салуға жобалық сметалық құжаттама әзірленді. Жоба құны 800 миллион теңге. Мемлекеттік сараптама қорытындысын сәуір айында алу жоспарлануда. Су кәріздік желілер, блок модульді тазарту құрылысын салуға жобалық сметалық құжат әзірленуге 104 миллион теңге бөлінді. Сондай Қабанбай ауылының айналма жолын салуға да жобалық сметалық құжаттама әзірленуде. Ағымдағы жылдың сәуір айында мемлекеттік сараптамада қорытындысын алуды жоспарлап отырмыз. Ал 2025 жылы облыс бойынша 8,9 миллиард теңгеге 4 жоба іске қосылды. Оның қатарында туған жерге туыңдық инвестициялық форум аясында Семей қаласында 6,5 миллиард теңгеге Пана Юник Семей 5 жұлдызды қонақ үй және мейрамхана кешені салынып, жаңа жыл қарсаңында пайдалануға берілді. Нәтижесінде 107 жаңа жұмыс орны ашылды. Бесқарағай ауданы Старая крепость аумағында 1 миллиард теңгеге балық шаруашылығымен қатар қызмет көрсететін кешенді демалыс базасы іске қосылды. Жол бойындағы сервистік дамыту мақсатында өткен жылы Павлодар Семей тас жол бойында Ретро Ретайл жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жаңа керуен инин қонақ үйінің іске қосты. 2029 жылға дейін облыста 87,4 миллиард теңгеге 48 жоба іске асу жоспарланған. Олардың ішінде ірі жобалардың бірі Әзербайжан Республикасы инвесторларының қатысуымен Алакөл емдеу сауықтыру кешенін салу. Бүгінде оның құрылыс орнын бекіту жұмыстары келісілуде. Сонымен қатар Бесқарағай ауданындағы Шипалы көлінде балшықпен емдейтін санаторийді салу көзделіп отыр. Эскиздік жобасы әзірленді. Сәуір айында құрылыс жұмыстарын бастайды. Сондай-ақ Семей қаласында Семей мол мәдени ойын-сауық орталығының құрылысы жүргізілуде. 27 жылдың қыркүйек айында тапсыру жоспарлануда. Жоба құны 26 миллиард теңге.
Сондай-ақ Абай Хоспитал Групп жауапкершілігі шектеулі серіктестігі және Пана комплекс семей жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Абай ауданындағы Жидебай аумағында этнокешенде визит орталығын тары кафесін салуды жоспарлап отыр. Құрметті Олжас Абайұлы, осы бағыттағы жұмыстарды кезең-кезеңімен жалғастыратын боламыз. Назарларыңызға рахмет. Баяндама аяқталды.